аш отырып ас таңдайды, жая отырып ат таңдайды демекші. Сәлем достар, армысыздар. Сіздермен бірге саулық даму рубрикасы Бақытты жүрек бағдарламасына қош келдіңіздер. Біз өзіміздің бағдарламаларымызды ары қарай жалғастырудамыз. Келіңіздер, бірге сау болайық. Мынандай тағы керемет сөздер айтылған. Ақымақ жүрген жолым тура дер, дана жан кеңеске құлақ түрер дейді. Біздің өркениеттен шаршаған ағзаларымыз ең жойқын химиялық соққыны қайдан алатынын білесіз бе? Елестетіп көріңізші. Үйде. Иә, үй. Менің сүйкімді үйім. Бұрыннан келе жатқан жарнамада айтылғандай, барған сайын қауіпті және қауіпті. Кез келген үй шаруасындағы әйел үйдің жайлы, таза болғанын қалайды, солай емес пе? Жақсы ең жаңа үй шаруашылығы журналының жылтыр беттеріндегідей. Онда бәрі жарқырайды және жарқырайды. Келісесіздер ғой? Әйел кісілер үйді жинаған кезде үйді жалтыратқанын қалағанда енді қолынан келгеннің бәрін істейді. Көкесін көрсетіп айтқан кезде. Неліктен? Әсіресе енді өздерінің ниетімен үй таза болсын деп екіншісінен қонақ күткен кезде. Енді қазір жиі ғаламторда приколдар жоқ ол жайлы. Қонақтар келген кезде үйді жинайсың да жақсылап тұрып. Неліктен? Өйткені қонақ келген кезде әйелдің ойынша қонақ кіреді дереу жатын бөлмеге барады, төсектің астын алақанымен сипалайды, сүртеді да былай айтқан кезде шан тапса болды. Кіммен келді ол? Бұрылады, кеттік, олардың үйі кіре екен деп, жылтырламайды деп. Енді сол секілді приколдар бүгін көп. Бүгін мүмкін бұл қалжың, бірақ енді расында артықшылық болмаса не екенін бұны білмеймін, бірақ енді әйелдер қолынан келгеннің бәрін істейді. Бір жағынан үй таза болған дұрыс қой, келісесіздер. Көптеген адамдар евро ремонтқа назар аударуда. Евро жөндеу бұл ақ қабырғалар, жарқыраған сантехника, ғажап нәрсеге ұқсайтын ас үй, 2 қабатты терезелер, сонымен кейбір ұсақ түйектер, шыныдан тот баспайтындар, керамика. Бірақ осы сұлулықты сақтау керек, яғни тазалау, жуу, тәртіпте ұстау. Алайда евро жөндеу болмаған кезде бәрібір жуу керек. Солай емес пе? Үйіңіздің бәрі евро ремонт болмаса да тазалық сақтап жүру керек қой. Соңғы кездері өмір стандартты өзгерді. Жуылмаған дәретхана немесе өткен күзден бастап боялған терезелер тіпті ең бос емес үй иесімен де қоштаспайды. Химия сиқыршысы әрқашан өз қызметтерін ұсынуға дайын. Солай емес пе? Мистер Пропер әрдайым бізбен бірге дегендей. Рекламадағыдай. Кез келген аппараттық дүкенде, базарда, енді науада көпіршіктер, сөмкелер, банкалар бар. Біреуі терезеге, екіншісі раковинаға, үшіншісі еденге, жиһазға, плиткаға, бәріне арналған химия бар. Бүгін енді ваннаға кірген кезде екіде кішкентай бір шкаф болса, соның ішін ашып қалсаң, комет, терезеге арналған химия жаңа айта кеткендей. Еденге, енді ваннаға әр нәрсеге өзінің несі бар, арналған химиясы бар. Тазартады, ол не істейді тағы? Жылтыратады, микробтарды өлтіреді. Белгісі болғандай тек микробтар ғана емес. Ең төмен мәліметтерге сәйкес, халықтың 25% аллергиялық аурулармен ауырады. Балалық шақтағы бронх демікпесінің қисығы соңғы 10 жылдықтарда жоғары көтерілді. Дәрігерлер ескертеді. Көптеген аурулар аллергиялық емес сияқты. Іс жүзінде бүркемеленген аллергия. Аллергия деген не? Кейде оны анықтау өте қиын, рас. Әзіл шектер өмір үшін дейді. Науқастардың өздеріне бұл әзіл емес. Қазір олар созылмалы шаршау синдромы және ұқсас жағдайлар туралы көп жазады. Әсіресе беделді кеңселерде жұмыс істейтін жас қыздар мен әйелдер зардап шегеді. Симптомдары түсініксіз, ештеңе ауырмайтын сияқты. Бірақ өмір сүруге күш жоқ. Шын мәнінде иммундық жүйе ағзаға түсетін барлық химияны өңдеуді жеңе алмайды. Ал ең көбі дәл үйде келеді. Немесе бәрі жарқырайтын таза және таза
тазаланатын бетелді кеңеседі. Химиямен өңделген барлық заттардың бетінде ағзаға зиянды заттың жұқа қабаты қалады екен. Елестетіп көріңіздерші. Бұл жайлы сіз естіп педіңіз? Химияның енді өңделген барлық заттардың беттерінде ағзаға зиянды заттың жұқа қабаты қалады дейді. Оны толығымен жуып, сүртіп кетіру мүмкін емес. Тіпті көп тырыссаңыз да, өйткені ол химия ғой. Химия бөлменің атмосферасында кебеді және ауада не істейді? Ұшады. Назар аударыңыз. Жабық бөлмелерде. Бұл көбінесе жабық бөлмелерде. Біз үнемі күн сайын осы уланған ауамен демаламыз. Ойлап көріңіздерші. Ағзамызбен содан кейін не болады? Көптеген адамдар желдетуді теріс пайдаланбайды. Бұл көшеде болады. Бұл жақсы, егер 10% уақыт болса, ал одан да аз. Біздің керемет үйіміз неғұрлым таза болса, оның атмосферасы не болады? Соғұрлым улы болады. Себебі химиямен тазарту бұл табиғи кірді химиялық балшыққа ауыстыру. Сонымен қатар олар қандай да бір жолмен табиғи кірге бейімделеді. Бірақ химиялық кір бұл ағзаға мүлдем жат және дұшпандық зат. Неліктен бүгін адамдар жиі желдетпейді үйлерін? Шаң кіреді, үй жылдам кір болып кетеді дейді. Кейін оның бәрін сүрту керек, жинау керек деп. Мысалы, біз үйде жиі қыс болсын, жаз болсын, жиі кей кезде үйді терезесін ашық қалдырып кетеміз. Қысты күні енді жиі болмаса да, бірақ пиен болмаса 3 бөлменің 1 бөлмесін ашық қалдырып кетеміз. Үйде болған кезде сыртқа шығарып, балдарды кішкене серуендетуге болмаса дүкенге барған кезде балдарды өзімізбен бірге ала келеміз де, ала жүріп, терезелерді ашып кетеміз. Үйдің бәрі жақсап таза болып кірсін деп. Сонымен енді не істеуге болады? Не істеуіміз керек? Классикалық нұсқаларға оралу. Енді сода, тұз, сірке суы, спирт, лимон шырыны, немесе лимон қышқылы, сабын, баракс және эфир майлары, сүттегі асқын тотығы және шикі картоп, глицерин, қара және жасыл шай. Интернет үй жайларды қауіпсіз тазалау бойынша барлық кеңестерге толы. Рас қой. Бүгін енді кезінде біз ер адам ретінде айтайын, үйде бір нәрсе жөндеу керек болса, қолынан бір нәрсе енді сен білмесең, оны қалай істейтінін. Оны сұрастыру керек етін, болмаса біреуді шақыру керек етін. Ал қазір қандай мәселе кездеспесе де алдыңда, оны алдымен ғаламторға енгізесің. Енді YouTube бүгін күшті болды, бізге рахат болды. Керек нәрсені толығымен енгізесің, мұнан өйстіп істеу керек деп. Қалай істеуге болады деп. Ол сізге неше түрлі видеолар көрсетеді, неше түрлі тәсілдер. Сөйтіп оны орындайсың. Сол секілді үйді жинаудың, болмаса үйді таза сақтайтын көптеген тәсілдер бар. Жаңа айтқандай ескі тәсілдер, болмаса енді химия, босқа химия деп айтылмайды ғой. Оның енді бір жағынан зияндылығы бар ғой. Жаңа айта кеткендей. Мүмкін енді бар ғой кейбірлер ағзаға зиян келтірмейтін био дейді ғой. Биохимиялық заттар бар шығар. Бұл енді біз үшін достар. Іс әрекеттің әділдігіндегі сана бұл дене мен ақыл ауруларының ең жақсы құралы. Алушыға сүйетінің Құдайдың ерекше баталары денсаулық пен күш. Кімнің санасы тыныш, Құдайға қанағат болса, ол салауаттылықтың тура жолында. Құдай сіздерге денсаулық берсін, сіздерге, сіздердің жақындарыңызға. Жаңа басын айта кеткендей, ақымақ жүрген жолым тура дер. Дана жан кеңеске құлақ түрер дейді. Әр нәрсені білген кезде, естіген кезде жақсылап енді балықты қылтықтан тазалап етін жегендей, сол секілді әр ақпаратты негізі бүгін жақсылап тексеріп алу керек. Сондықтан айналада да көп нәрсе бізге кеңес берсе, оны жақсылап тексеріп алуымыз керек. Оның артынан ере бермей, бүгін дұрыс екен ғой деп. Бүгін болмаса ертең оның кесірінен зардап шегеміз. Не істейміз бүгін? Үйді жақсылап желдетеміз, үйді жинаған кезде жақсылап жинаймыз. Балаларыңыз, өзіңіз аман есен болыңыз. Келесі жолға дейін сау, саламат болыңыздар достар. Тіркелген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Сұрақтарыңызды жазуға ұмытпаңыздар. Лайк, енді қазақша löпіл дейді ғой, löпілді аямаңыздар.